Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Фатима. Бүгін біз мега шоколадты кекс жасайтын боламыз. Бұл кекстің арасына біз грек жаңғағын қосып тұрып жасаймыз. Өте дәмді, әдемі болып шығады. Және де бұл кекстің үстіне шоколадты ерітіп те құйдық. Дәмі деген енді өте керемет, мега шоколадты, жұмсақ, дәмді кекс болып шықты. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керегі 2 жұмыртқа. Бұл жұмыртқамыз біздің бөлме температурасында болсын. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып саламыз. Бұл шоколадты кекстің құрамын мен описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден көріңіздер. Жақсылап араластырып, оның үстіне шекерімізді де саламыз. Шекеріміз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне сүтімізді қосамыз. Кейінгі кезекте бөлме температурасындағы сары майымызды да қосамыз. Келесі кезекте ұнымызды қосамыз. Бұл жерде біз ұнымызды илектен өткізіп барып қосу керекпіз. Сосын какаомызды да қосамыз. Какаоны да илектен өткізіп барып қосыңыздар. Және де қопсытқышты қосудан кетпеңіздер. Келесі кезекте қамырымызға грек жаңғағын қосатын боламыз. Негізі үйлеріңізде қандай жаңғақ бар, соны қоса берсеңіздер болады. Мен грек жаңғағын қостым. Бұл жаңғақты кішкене майдалатамыз қолымызбен бірге. Сосын жақсылап тұрып араластырамыз. Енді формамызды дайындаймыз. Формамызға пергамент қағазын төсейміз. Бұндай видеода көріп тұрғандарыңыздай форманы сіздер кондитерлік дүкеннен сатып аласыздар. Пергамент қағазын төсеп, қамырымызды саламыз формамызға. Сосын үстін тегістеп шығамыз. Біркелкі болу қажет. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-45 минуттай пісіріп аламыз. Піскен кексімізді аударып, асты жағына шоколадымызды құйып, яғни сәндейтін боламыз. Мен бұл жерде сүтті шоколадты ерттім, ыстық суға қойып. Сіздер үйлеріңізде қандай шоколад бар, соны ерте берсеңіздер болады. Шоколадымызды құйған соң тегістеп шығамыз. Бүкіл жерін шоколадпен жауып. Шоколадтың қатқанын күтпей-ақ кесіп жей берсеңіздер болады. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің кексіміз өте дәмді, шоколадты болып шыққан. Осы кексті сіздердің балаларыңыздың сүйіп жейтініне күмәнім жоқ. Өте дәмді шығады. Дастарханның жауын алады. Бұл кексті істеу небәрі 1 сағат кетеді. Өте дәмді, әдемі болып шығады. Тіпті туған күнге істеп берсеңіздер де болады. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерде де қалай шықты,
Instagram парақшама бөлісіп кетіңіздер. Және де бұл видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Қандай тәттілердің рецептілерін көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіздер.